Қайырлы күн, наурыз көже рецептісімен бөлісемін. Яғни бұл наурыз көже оңтүстік Қызылорда облысының рецептісі бойынша бөлісемін. Ол үшін бізге маш 200 грамм, фасоль 200 грамм, горох 150 грамм, нут 50 грамм. Яғни барлық заттарды жақсылап салқын сумен жуып, шағын кастрөлге салып, су құйып, газға қойып, толық 2 сағат қайнатып аламыз. Енді сүрленген жылқы етін және қазымызды жақсылап жуып, кастрөлге салып, газға қойып қайнатамыз. Қайнағаннан кейін көбігін алып, тұзын салып, 2 сағат, 2,5 сағатқа етімізді толығымен пісіріп аламыз. Етіміз піскеннен кейін етті түсіріп аламыз да, алдын ала қайнап, пісіп, дайын тұрған массамызды сорпаға саламыз. Барлығы видеода толығымен көрсетілген. Осы көжемізді бір 30 минуттай қайнатып аламыз. Уже біздің көжеміз 80%-ға дайын болды. Енді дайын болған көжемізге 500 грамм айран құямыз, 200 немесе 300 грамм творог саламыз. Түсіріп алған етімізді жақсылап майдалап турап, көжемізге қосамыз. Сөйтіп 10 минут қайнатып аламыз көжемізді. Астын өшіріп, бетін жауып 15-20 минутқа қойып қоясыздар. Өте дәмді, керемет наурыз көже шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Ұлыстың ұлы күні наурыз мерекеміз құтты болсын. Барлық берекемізді арттырып, ақ мол болсын. Тек қуаныш, той, думанымыз көп болсын. Аман болайық, төрт көзіміз түгел наурыздан наурызға аман есен жете берейік. Ас болсын, рахмет.